Өте дәмді, оңай жасалатын малибу салатын дайындаймыз. Ең алдымен кеңірек ыдысымызға салат жапырағын осылай қолымызбен бөліп саламыз. Сонан соң кубик етіп туралған қиярымызды саламыз. Тауығымыздың төс етін қайнатып, оны да кубик етіп тураймыз. Туралған тауықтың төс етін ыдысымызға саламыз. 4 бүршіктелеп туралған фета сырымызды саламыз. Және дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де майонезден саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Егер майонез қосқыларыңыз келмесе, сметанамен алмастырсаңыздар болады. Салатымызды салып болған соң бетінен осындай сухаримен әсемдеп сәндейміз. Біздің өте дәмді салатымыз дайын болды. Егер сіздерге видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар.